Armsızlar dostlar, alдарыңызда тұқы балығының уылдырығын Винитер аппаратында инкубациялау процесс жүріп жатыр. Инкубациялау процесі осындай аппараттарда сіздерге жақындатып көрсетейін. Уылдырықты осылай шайқау арқылы жүргізіледі. Алдарыңызда қарап отырған өте ұсақ уылдырықтың ішіндегі қара дақтар бұл жаңағы жетілікке атқан тұқы балығының, карп балығының даму процесі, эмбрионалдық даму процесі. Міне осы уылдырықтан шамамен 2-3 тәуліктен кейін тұқының дернәсілдер жарып шығатын болады. Қандай керемет. Мінекей. Мына жақта да бірнеше аппараттар қосулы. Құдай қаласа мен сіздерге тұқының жарып шыққан сәтіндегі көрінісін көрсететін боламын. Мына жерде шамамен тұқының 16 күні алынған, сығып алынған уылдырықтары. Жалпы салмағы бұл жерде уылдырықтың 350 грамм.